Екі қаз, бір бақа ертегісі. Бір күні екі қаз су таба алмай ыстық шілденің күнінде бір көлшікке келіп қонады. Ол көлшікте көптен бері мекен етіп жүрген бақа бар еді. Ол қаздарды бақылдап жолатпады. Екі қаз бақадан су сұрап жалынады. Ква, ква, ква. Бұл суы аз көлшік. Сендерден кейін оның суы таусылады. Сендер ұшып кетесіңдер. Сонда мен, бишара, қанат, құйрығым жоқ, қайда барамын? Дейді бақа. Сонда қаздар: егер де осы көлшіктің суы таусылатын болса, біз сені жақсы көлге апарамыз, дейді. Бақа бұл сөзге келісіп, үшеуі бірге күн кешеді. Бір күні көл суалады. Қаздар уәде бойынша бақаға: кетелік, бір жақсы суға жетелік, дейді. Мұны бақа мақұлдайды. Екі қаз бір ұзын ағашты алып бақаға ортасынан тістетіп: аузыңды ашпай ағашты тістеп тұра бер, дейді. Екі қаз ағаштың екі шетінен ұстап, бақаны аспанға алып ұшады. Бақаның көк жүзіне көтерілгеннен кейін көңілі өсіп, мастанады. Бұлар бір үлкен шаһардың үстінен ұшады. Шаһар халқы көкке қарап қайран қалады. Бұл не зат? Біреулер: қасиетті бақа, десе, енді біреулер: бақа емес, басқа зат, дейді. Жұрттың таңданысын көрген бақа мақтанып: ква, ква, атымды айтпай, кім екенімді білдірмей кеткенім болмас, деген оймен: бұл мен бақамын, деп аузын ашқаны сол еді. Жерге қарай құлдилап, ат базардың ортасына тарс етіп құлап түседі. Сонда екі қаз: ақымаққа жақсылық жақпайды, деп өз бетімен ұшып кетеді екен. Осымен ертегіміз аяқталды. Егер ертегі ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір жаза отырыңыздар.